Абай атамыз керемет сөз айтады ғой. Жұмысы жоқтық, қарны тоқтық, азғырар адам баласын дейді. Аздырар адам баласын дейді. Тағы соның Абай атамыздың бір керемет сөзі бар. Біздің қазақтың жаманшылыққа көп ұрынуының бір себебі жұмысы жоқтығы, қолының бостығы дейді. Байқайсыз ба? Жұмысы жоқ адам ерігеді, шайтан ой салады да соған қалаған істеген ісін істей береді. Ілеседі. Енді қазір ата-ана бұл бірінші орында, Алла разы болсын сізге, сіз керемет сұрақ қойдыңыз. Бізде кейбір адамдар бүйтіп сұрақ қояды. Осыны айтып отырамыз ғой. Енді не істейміз балдарды дейді ғой. Ана балдарды не істейміз? Ұрамыз. Ол 30-ға келіп қалған. Ол кішкентай күнінде, мысалы қараңыз, мынау сияқты. Дәу қара тал тұр, бұлай қисайып өскен. Не істейміз дейді. Баяғыда істеуің керек еді. Ол шыбық кезде қисайды ғой. Көзің соқыр емес қой, көріп тұрсың ғой. Соны түзеттуің керек еді. Енді түзетсең, оны құлатасың. Енді тамыры үзіледі. Тамыр байлап қойған ол. Ата-ана бірінші орында тұр. Қараңызшы. Ата-ананың бірінші қателігі. Оқиғалар керемет мысалы болады. Альберт Эйнштейн деген кісі болған. Енді біздің ұлттан болған ғой, бірақ ғалым болған адам. Соны Альберт Эйнштейн қылған, ғалым қылған шешесі. Кішкентай бала күнінде сотқар бала болады. Сөйтіп, бір парақпен мектептен хат келеді. Шешесі отырғызады да, балам саған мұғалімдерің жазып жіберді маған. Сөйтіп оқиды. Құрметті ата-ана, балаңыз өте зерек, алғыр бала. Біздің мұғалімдер мұнаның ақылына лайықты үлгермейтін ағама. Мұнаны бір жақсы мектепке берсеңіз, дарын сияқты да. Мұна баладан ғалым шығады дейді. Үлкен тұлға шығады дейді. Баланы үлкен оқуға береді ғой. Содан Альберт Эйнштейн шығады. Қызығы, шешесі қайтыс болады ғой. Келіп, шешесінің заттарды аралап отырып, баяғы брошюрка парақты табады. Ашса, құрметті ата-ана, мына сенің ешак балаң мектептің есігінің бәрін сындырды. Мұғалімдермен төбелесуге дейін барды. Мұны адам тыңдамайды. Мұнаны бір мұғалім алғысы келмейді. Қой баққызасың ба, жоқ басқа істетесің ба, құрт жұмда білен. Біздің мектептен алып кет деген екен. Біздің қазіргі ата-аналардың, қазіргі көп жастардың қателік көріп жүрміз ғой, үйінде отырасың. Мынандай сөздер айтылады. Бала бір қателік істеген кезде, сен адам болмайсың. Сенен түк шықпайды. Сен сорлы, сен ешек, сен хайуан, сен ит деген сияқты әртүрлі. Ана иттің баласы дейтіндерге риза боламын. Сонда иттің баласы десе, оның өзін айтып тұр ғой. Мен итпін, сен менің баламсың деп тұр ғой. Сен иттің баласы, сен қолынан түк келмейді. Ең үлкен баланың саған сындыратын нәрсе. Анаң баласын көрдің ба қандай мықты? Андай қылады. Сен ешек, сенен дым шықпайды деп ше. Салыстыру? Салыстыру. Баланы сындырады. Баланы сындырады. Негізі. Одан кейін ана бала әке-шешеге сенеді ғой ол. Өйткені мені жақсы танитын адам. Енді қараңызшы, осыдан кейін не болады? Бала бір нәрсе істейін десе, өзінде негізі ішінде оның қабілет бар тұғын. Соны жасайын десе, шешесінің сенен түк шықпайды деген сөзі тұр ғой. Менен шықпайды. Осы сөздер баланы құрдымға кетіреді. Не дейді? Алып анадан туады дейді. Бізде сөз бар, Екінші сұрақ, алып деген батыр ғой. Қорқақ кімнен туылады сонда? Қорқақты кім туады? Папасы туады ма? Осы жердегі айтқысы келгені баланы алып өсіретін анасы. Енді бала ғой оған тәрбие беру. Ана ғой көбінесе 90% айналысады. Сол қазіргі мына жастарға, ата-аналарға айтар едік, балаңды, біздің қазақ айтатын еді, болатын баланы бетінен қақпа, белін бу дейді. Балам батыр боласың. Сенен шығады. Сен жақсы боласың. Деп балаға ынта беру керек екен ғой. Ары қарай ынталану керек. Бұл бірінші біздің қателігіміз. Екінші қателік. Жастайынан өсіп келе жатырық қой. Екінші қателік. Кез келген бала кішкентайынан қарасаңыз өзіне ұнайтын нәрсені істейді. Демек оның табиғатында бар нәрсесі сол. Бірдемен істейін деп жатса, бұрын білесіз ба, сіздерде өтті ме мынаны мектепте? Бір әке баласы кішкене өскеннен кейін барды жұмыс істеп ақша тауып кел дейді. Шешесі аяйды да ойнап кел дейді да, кешке тиын беретін, әкеңе істеп кел бер деп. Әкесі тиынды отқа тастаған кезінде бала қарап тұра берді. Екінші күн дәл сондай. Үшінші күні әкесі лақтырған кезінде баласы қолын салады оған. Неге? Өйткені бағана кісілер айтып маңдайды. Сондай
бүгін ақшаны өзің таптың дейді да. Ата ананың ең үлкен қателігі баласын аяуында ғой. Жұмыстан адам өлмейді. Мен өзіміз бұрын гектар шауып өстік қой. Азаннан кешке шейін гектар шабатымыз. Қазіргілер жұмыс жоқ дейтіндер азаннан кешке шейін WhatsApp'та отыр. Әлбетте болмайды. Сонда қараңызшы. Алланың құдіреті енді қатты айтсақ шын өзімізге тиіп кетеді ғой. Өзіміз де ата анамыз ғой. Мен біреу жазғырып жатқан жоқпын. Біздің де қателік сол. Бала бірдеме істейін деп жатады ғой, деп қоя берші, мына дайынын ала сал. Басыңды ауыртпай қойшы, мынаны істей сал. Керек десең кейбіреулер ата-аналар баланың мектептен берген тапсырмасын да қазір ата-аналар орындап беріп жатыр. Ана балада білім жоқ, шешелері білімді болып бара жатыр да. Бала дайындап аппаратта тапсырады. Өзі еңбектену деген жоқ та. Қазіргі шешесінің пенсиясына қарап отқандар көп ата-аналар айтып жатыр, мына бала бәле болды. Пенсиямызды күтіп отырады. Кінәлісің. Өйткені ол кезінде өзі әрекет жасағысы келген кезде сен айтқан едің, қой берші, отыра берші, мен бере салам деп сен басында солай үйреткенсің. Басында ана шыбық қисайып жатқан кезде сен турлаған жоқсың. Сол баланы біздің Дулат деген атамыз болған. 4 баласы болды. Сиқым, Жаныс, Ботпай, Шымыр. Ойнап жүрген кезінде қарайды екен ғой. Қарап отырады екен. Қараңыз, бір балдар болады. Топырлап бір балдар ойнап жүр. Бір бала шығады да, оған анау қызық емес. Алады да 2 темірді алады да байлайды. Бір трактор істейді. Ана темірді бір жігіт. Түсіндіңіз бе, оның қайқа қарай кетіп бара жатқан? Оны дамыту керек. Сол именно соны дамыту керек. Өйткені баланың қолынан келетін істеп тұр ғой. Бір бала алады да ағашты майыстырады, пистолет істейді, шабады. Мен айтарымды сол балаңа сол нәрсесін дамытып, балам, давай, мен саған балта, балға, шот, шеге, мына бұрғы, сен мынандай бір нәрсе істеп көрші, осының әдемі шықсын, саған сыйлық беремін деп ше, дамыту керек. Одан кейін бала тағы бірдеме істеп жатса, бір ағаштан бірдеме істеп жатады. Ата-ананың сағын сындырудың жолдарын айтып жатырмын. Ол болмайды, істемей ақ қойшы кім, қоя сал. Ол бәрі болмайды ол. Көрсін. Бала қазіргі адамдардың көп қорқақтығы байқайсыз ба? Бір жұмыс істейін десе, әлі істеп бастаған жоқ. Болмай қалмай ма? Орнық қалмайын ба? Отылып қалмайын ба? Әлі бастап көрген жоқ. Негізі ішінде тұр оған сезім. Ол қолынан келетін болып тұр. Бірақ қорқақтық бар. Бастайын ба, бастамайын ба? Неге? Өйткен кезінде шешесі үйретті саған солай. Қараңыз, осын кейбірлер айтуы мүмкін. Неге мен әке шешесіне бәрін жалаза береді? Бала соның бәрін байлап аппа, соның бәрін үйреніп аппа? Үйреніп алды. Өйткені қазір көріп жатсыз. Кейбір тілі шықпаған балдар үйінде жай намаз жай жібеш. Аллаху акбар деп сәждеге қылады. 40-тағы көкелеріміз әлі сәждеге бас жетпей жатыр ғой. Біз ақымақ дейтін бала сәжде қылады. Неге? Ол қабылдап жатыр, әке шешесінен қабылдап жатыр бәрін, көргенді. Бала бәрін қабылдайды ғой, соң кейін қайталайды. Оны бұрын айтатын, ұяда не көрсе, ұшқанда соны алады дейтін, соны жасайды. Сол үшін балаға баланы талпындырып айту керек. Балам, көр. Ұрынса, ұрынсын. Зато ол білетін болады енді оны болмайтын. Кішкентай күнде, өскеннен кейін ұрынбасын. Ол кішкентай кезінде ұрынсын. Ол өсіп, ақша табатын нағыз уақытына жеткенше, ол уже қай жерде ұрынады, қай жерде ұрынбайды, ол біліп өседі. Біздіңкілер 20-дан кейін ұрынып жатыр ғой. Өйткені жастайынан жүрген әке шешесінің дайын тамағымен да, енді бір нәрсе істейін десе қорқақ. Өйткені ол жастайында риск деген не дейді? Риск жасап көрмеген да ол. Сол Дулат атамыз балдарына қарап отырады екен. Қайсысы не істеп жатыр? Сол жағын дамытқан ғой. Одан кейін бұл бірінші жағы. Екінші жағы бағана Алламен байланысты дедік қой. Балдар ұйықтап жатқанда қарап отырады екен да. Сиқым бет жиырылып ұйықтайды екен да. Сонда мана бала жинақы дүниесіне еге бала болады дейді екен. Жаныс былай жатады екен, тал-тайып жатады екен ше. Бізде қазір кейбіреулер баласын тал-тайып жатқанын көрсе, мына таң алкаштар ұқсап жатады екен дейміз ғой біз. Жақсыға жоғары деген нәрсе бар ғой. Айтады, мынау жомарт. Қарсаңшы қалай тапқан? Мынау жомарт бала болады. Қолы кең, ашық болады дейді. Ботпай бүйтіп жатады екен. Қазір ботпайлардан достарымыз шынымен оталғыш. Кәдімгі кішкене тез оталғыштау келеді. Бәрі бар нәрсе. Бүйтіп жатады екен да. Шекесі ташып жүреді екен. Сондай
мына бала ел қорғайтын батыр болады дейді. Ал Шымыр атамыз сәл әлжуаздау болған екен да, нәзік, сонда айтқан екен, мынау мейірімді болады дейді. Жүрегі жұмсақ, өте мейірімді болады. Сонда айтады, Дулат атамыз дүниеден өткен екен, осы 4 баласы Дулат атамыздың тура болжағанындай болды дейді. Енді біз айтуымыз мүмкін, сонда ол палшы ма не? Палашты ма не? Жоқ, ол палшы емес, палашқан жоқ. Ол жақсыға жорыды. Біздің қазақ не дейді? Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Ал қазір біз үйтейін десек, біз танымаймыз ғой. Қазіргі ата-ана баласын танымайды да. Неге? Оның не жақсы көретінін білмейді. Телефон берді да, бар кет бар. Маған мешет етпе? Иә, сондай болып отыр қазір. Ата-ананың ең үлкен қателігі бала мектеп бітірген кезде. Жаңа өсіп келе жатыр, өзі өсірді ғанау. Дүбәраны. Отырда же, іш, өзім бәрін қатырам деп. Біз балдарымыздың аузына тық-тық, қанаты шығып, енді көретін кезінде дөң күйген бөрінелер жатқысып қойдық да, тыға бердік аузына. Енді бар, бір нәрсе тап десең, деп саған аузына шығып, тағы тық деп отырды. Бәрі өзімізде. Ата-бабалардан бекерден айтылмаған екен да, балаңды аясаң, аяма деп. Осы ғой мен. Бір-ақ ауыз сөзбен түсіндірді ғой. Қараңызшы. Мектеп бітіреді. Көріп жатырық қой, мектеп бала бітіреді. Оқуға түсу керек. Ата-ана шешеді осы жерде. Ал балам, қандай оқуға түсесің? Бала өзі темірші терсек шұқылағанды жақсы көреді. Темір ұстасы болғым келеді десе, ол намыстанатын жұмыс. Балам, менің балам темір шұқылап жүргенін қаламаймын. Финансовыйға түсесің. Сен финансқа түсесің. Сен медакадемияға түсесің. Ана темір шұқылайтын бала, ол біреуді өлтіреді, ол медик болмайды ол. Ол өлтіреді біреуді. Біздің өзі қарасаңыз, біздің балдар тек әкім, сот, прокурор. В общем, бастық болу керек қой, бастық болу керек қой. Соған көршінің баласына қарайды. Содан биікте оқуға түсу керек қой біздіңгілер ше. Училище болмайды. Мына жақ. Кейбір адамдардың түсінігінде де. Баланы береді. Ол бала ол профессияға қызықпайды ол. Сөйтеді 4 жыл тентек болып қалада жүріп келеді. Сиырмен бағады, сиырын сатып оны оқытады, малын сатып. Келгеннен кейін дипломды қояды да, жақсылап жуады. Сөйтеді, ал кімнің үйінде қыш құйып жатыр? Кімнің үйінде цемент құйып жатыр? Стройщик болып жүреді, строитель болып жүреді. Неге? Ол анау дипломмен істемейді ол бәрібір. Қызығы жоқ еді. Қызығы жоқ қой. Ол басында, көрдіңіз бе, ата-ананың қателігі. Қазіргі ата-аналарға мен мынаны айтып жатырмын. Бұрын үлкен оқуларды оқиды. Қазір байқайсыздар ма? Ең жақсы жұмыс сантехник. Біздіңкілер намыстанады. Небір ренжімесін, мен мұғалімдер тиісіп жатқан жоқпын. Бірақ мұғалімдер 200 мың, 300 мың айлық алады. Сантехниктер 3 есе көп табады. Электрик жақсы жұмыс. Евро жұмыс деу. Жақсы жұмыс. Плотниктер. Бұлардың бәрі қазір жағдай жақсы адамдар да. Бірақ біздіңкілер 80 мың айлыққа отырып алған, бір жерде кабинетте. Ана бір екі жігіт сөйлесіп отыр дейді. Біреу костюм шалбарда отыр дейді. Кредитке бір иномарка алып алған. Бірақ демаламайды. Әкімшілікте істемеу нәрсе. Хотя ана кіретін жерінде отырса да ше. Екіншісі кәдімгі ана қарапайым бір олимпийка киіп алған отыр дейді. Ол стройкамен айналысатын жігіт. Кейін жайлап сұрап отырып, сіз қанша айлық аласыз? Мынау блатнойға 80 мың айлық аламын мен. Мынаған, сіздің қанша табысыңыз? Мен енді 400 мыңдай табамыз ғой енді. Түсініңіз бе? Бізге анау. Бірақ байқайсыз ба, бір жерде жаман простой формамен келсең, адамдар ет жақтырмай қарады. Костюм шалбармен барсаң. Сондай болып қалды, мен түсіндіре алмай жатқаным, біз балдарымызды ана кабинетке отыратын жұмыстарға тығып жатырмыз ғой. Бірақ кез келген кабинетте отыратындар үйінде, домдарда тұр ғой. Туалет істемей қалсыншы. Қазір сантехник шақырады. Ол сантехниктер қазір блатной. Мен бүгін уақытым жоқ, 2 күннен кейін барам дейді. Мына 2 күн туалетке бармай отырады. Дұрыс айтасыз. Өйткені блатной ғой бұл. Оны шұқыламайды, ол шұқылауға баста жетпейді. Сөйтіп отырамыз дейді, дәрет сындырмай. Ол сантехник бүгін демалам дейді. Ол демалады ол ше. Өнер, міне осы ғой.
Өнерге үйретейік та, өнерге. Сантехник болғысы келіп тұрмын, болсын. Атасын оқиын, шынымен айтып жатырмын да. Ол біреудің бар бана малағын тазалап жатқан жоқ қой, ол бәрін отверткімен шұқылап. Өнер ғой бұл, қол өнер ғой. Өнермен істеп жатыр ғой. Басқа адамдар екі-үш есе көбірек ақша алады. Иә? Иә, сол істеген. Электрик болғысы келіп тұр ма? Иә. Болсын. Қазір қалада өзіміздің жігіттер айтады ғой, СТО-да анда-санда істейді біздің қазақтың жігіттері да, мысалы үшін. Сондай болып қалған бізде да. Түсінік. Қазақтар ондай істемеу керек, олар тек әкім болу керек деген сияқты ше. Бір СТО-ға келіп машинаңызды тастайсыз ғой, қазақ істесе, сен точно істей аласың ба? Айтады оны. Тастап кетуге сенімді адамсың ба сен? Маман болса да сенбейді. Бірақ орыс электриктер бар машина тастайсың ғой, сен мен мына мойныма отыруыма кет бар дейді. Тұсқайта 4-те кел дайындап қоямын дейді. Біз сенеміз оларға. Бізде сондай түсінік бар да. Сенеміз ғой. Ол істеді ма, не істейді, істемеді білмейміз. Тұсқайта келеді, 40 тысяч істеп дейді. Мәз болып бересің ғой. Зорық қойды деп ше. Барсын, электрик болсын баламыз. Біздің аталарымыз айтатын еді, ешектің артын жусаң да адал еңбек арқылы тап, мал тап дейді. Иә. Сол ғой.